Мен сұрағымда ішкі істер министрлігінің өкіліне біздің атымызға келіп түскен арыз шағымдар қарап отырсақ 70%-ы мына интернет алаяқтарына қатысты. Алданып жатқан ел өте көп. Былтырдың өзінде мына шамамен 18 мың жағдай тіркелген, бірақ соның 20% ғана сотқа жеткен. Бұл өте төмен көрсеткіш. Осы істің ашылуына келгенде құқық қорғау органдарының жұмысына мына алданған шарасы күйге түскен азаматтар өте бір пессимистік көзқараста. Өйткені полицияға барсаң, олар да ашық айтады, әуре болмаңыз, бұл кибер қылмыскерлер табу мүмкін емес. Ол жаңа шетелде отырады, олардың алдау, арбау тәсілдері күн сайын өзгереді. Енді қарап отыра беруге болмайды ғой. Полицияда уақыт талабына қалмау керек. Біз бірінші кезекте міне салдарымен емес, себебімен күресуді үйренуіміз керек. Ақпараттандыру жағы бізде жоқтың қасы. Алаяқтарға алданып қалмау үшін не істеу керек деген мәселе келгенде. Әлеуметтік желіге қарасақ та, МВД-ның бірде-бір ролигі жоқ. Бірінші кезекте осы ақпараттандыруды көбейтуіміз керек. Жалпы министрлік кейбір қылмыстардың ашылу көрсеткішін арттыру үшін не істеп жатыр? Осы сұраққа жауап берсеңіз, рахмет. Ішкі істер министрлігінің өкілі, вице-министр, микрофон қосыңыздар. Сұрағыңызға рахмет, Мақсат Маликұлы. Қазіргі таңда интернет алаяқтықпен күресу бойынша ұйымдастырушылық және практикалық шаралар қабылдап жатырмыз. Ол үшін былтыр кибер қылмысқа қарсы іс-қимыл департамент құрылды. Оған қоса арнайы тергеу бөлімдері жұмыс жасай бастады. Ағымдағы жылы 2 айдың қорытындысы бойынша интернет алаяқтықтың 4 мыңнан астам фактілер тіркелген. Олардың ашылуы 20%-дан 35%-ға дейін өсті. Қылмыстармен күрес жүргізу үшін шетелдік құқық қорғау органдарымен тығыз өзара жұмыс жасаудамыз. Банктермен, байланыс операторымен, ары қарайында IT компаниялармен жұмыс жасалуда. Антифрод орталықтары 2 миллиард есептен шығаруға жол берілмеді. Бұдан басқа 57 сим-бокс құрылғылары және 38 мың сим-карталар алынған. Алмастырылған нөмірлерден 65,5 миллион қоңыраулар бұғатталды. Қазіргі таңда осы интернет алаяқтықтың жасалу схемалары бойынша ішкі істер министрлігі 16 мыңнан астам жариялам шығарылған. Осы жұмыс қатаң бақылауда. Рахмет.